Келіңдер. Мен автобус кетіп тұр екен уже. Сағат деген 5-тен 25 кетті. 5 минут бұрын келді ғой что-то. Режиме туалетке бара алмай қалдым. Болсын братишка. А не тұр автобус. Не тұр автобус. Осы үйдің алдына келеді. Енді жұмысқа дейін бір где-то 35 минуттай жүру керек. Давайте кішкене ұйықтап алайын. 20 минуттай хотя бы. Ассаляму алейкум, достар, қалайсыңдар? Сағат деген уже 6-дан кетті. Короче, достар, в общем, өздерін түсінген шығарсыңдар не видео екенін. Мен өзімнің жұмыстағы беретін тағамдарын сіздерге көрсететін боламын. Таңертеңгі таңғы ас, обед, кешкі асты көрсететін боламын. 3 мезгіл тамақ береді жұмыста. Негізі жұмыста таңдайтын тамақ көп. Мен андай шведский стол дейтін стол ғой бізде. Шведский стол кім білмейді, короче. Бүйтіп саған тағамдар үйіріп тұрады, сен өзің керек тамақтарды өзің таңдап аласың. Енді бүгін мен таңертең завтракке өзіме не таңдағанымды сендерге көрсететін боламын. В общем, завтракқа мен бірінші обязательно каша аламын. Немесе манный каша, немесе рисовый каша. Бүгінгі мен рисовый каша алдым өзіме. Осындай каша. Күріштің кашасы ғой, күріштен, короче. Алма, нутелла, йогурт. Бұл бізде сары май, кашаға қосып жеуге. Сосын вафли, қасықтар, короче. Так. Ол жұмыртқа алдым, обязательно ертең жұмыртқа жеймін, котлеты, құймақ, сосын саңырауқұлақ. Ананасы сокпен. Өзім ананасы соқты өте қатты жақсы көремін. Және де сусын ретінде негізі ішуге болмайды. Спрайт алдым міне. Так, в общем, осылай достар. Бұл менің бүгінгі завтрагым. Анда негізі әлі көп алатын заттар. Мысалы айранның түрі бар, там көп, короче, алатын заттар бар ғой негізі. Осыған мысалы маған осы заттар жеткілікті деп ойлаймын, короче. Ал енді кім тамақ жейінде жатыр, ас болсын. Тамақтарымызды ішіп алайық. В принципе, бәрін жеп қойдым. Только кішкене каша қалып, шоколадты жеген жоқпын вообще. Өдіріп жүр. Көпсіде до конца ішіп алған жоқпын. Короче. Қалған заттарда міне йогурт қалды, сары май қалды, алма қалды. И 2 баптаға кішкене шай ішеміз 1-2 сағаттан. Короче, достар, жұмыс уақыты бітті. Қазір мен ужин ішейін деп жатырмын. В общем, жаңа, обедте неге мен көп сөйлеген жоқпын. Вообще неге сөйлеген жоқпын. Потому что мен негізі обедте деген
тамақты біздер столовыйда ішеміз. И мен специально, чтобы сендерге обзор істеу үшін мына жерде контейнер бар, қазір тұрған контейнер. Сол жаққа келіп адам жоқ қой деп өзінше келсем, кіріп келсем іште адамдар отыр ғой, короче. Ана жерде адам отты, ана жерде, мына жерде адам отты, короче. И енді қалай адамдардың көзінше бүйтіп тамағыңды айтып отырасың, мынандай тамақ, мынандай тамақ деп. Сол үшін мен просто түсіріп алдым да, қазір білмеймін, бір сендер уже көрдіңдер ғой там. То ли субтитр қойып қойдым ба, бір жазу қойып қойған шығармын қандай тамақ екенін. Ладно, не важно, короче, обедті көрдіңдер ғой енді өздері не болған. Қазір менде ужин, сендерге ужинды айтып кетейін қандай. Короче, міне менде пакет. Ужинға не алған. Мұнда менде кола, разливной кока-кола. Бұл жерде менде пармезан, сыр пармезан, натертый. Құрт сияқты ашылау, такой соленый. Тамақтың үстіне саласың, дәмді болады өте. Кімге ұнайды, кімге ұнамайды. Бұл жерде мен просто капуста сыр алдым. Сыр, салат алдым капустовый. Бұл жерде менде первый сорпа, білмеймін қандай сорпа екенін. Так, фрукт. Сосын мына жерде нан, жаңағы приборлар енді. Қасық, вилка дегендей. Бұл жерде бізде основной блюдоға негізі выбор көп, мен өзім таңдағанды көрсетейін, короче. Екі беляши салдыртып алдым. Беляшилар ыссы. Так, тауықтың етінен картошка жаркое, сырдың етімен. В общем, міне мен барлық ужиным. Осылайынан ужин выглядит. Я өте көп, не спорю. Завтракқа той боласың, обедке той боласың, ужинға той боласың. Енді қалай семірмейсің, айтшы. Енді тамақ беріп тұрғасын, обалы алмай алған тамақты тоже по идее. Беріп тұрған тамақты қалай жемейсің енді. Сол үшін мен в основном деген мыняқта завтрак ішпеймін. Шынымды айтса, негізі завтрак мен өзім ішпеймін. Обед ішем, ужин тоже ішпеймін да. Ужиндерді аламын, мен макарон жаңағы нелерді аламын да. Үйдегі барон бар ғой, итке алып барам, короче. Я біртүрлі енді звучит, тамақты қалай итке бересің. Енді не істеймін, жегім келмейді. Үйдің тамағына ештеңе жетпейді. Оны өздерің білесіңдер ғой енді. Үйдің тамағы ол үйдің тамағы. Бірақ үйде деген, как правило, бізде либо сорпа істейді, либо второй істейді ғой, короче, сол екеуінің біреуі. Сол енді тағы да ас болсын. Сендерге бір роликпен мен ас болсын деп мыжып жатқан шығармын. Но маған енді бұл целый дем ғой. Кім тамақ жеп жатыр, ас болсын, мен қазір қоректенетін боламын. Обязательно лайктарын басып кетіңдер. Кім арнаға тіркелген жоқ, тіркеліп кетіңдер. Өйткені 30 000 подписчикке кішкене қалды да, бір 1000 оқырмандай қалды. Давайте жігіттер добивать етіп тастайық. И 30 000 подписчик болғанға мен сендерге жесткий видео түсіретін боламын обязательно. Так что сол арнаға тіркеліп 30 000 подписчикке добивать етіп тастайық. Ал маған ас болсын, кім тамақ жеп жатыр, сендерге де ас болсын. Так, достар, мен уже үйдемін. Қазір баронға өзінің беляшидің сорпасын беретін боламыз, кеттік. Барончик, мой барончик. Тонып қалдым ба? Жаным, скоро отдыхай шалсам. Бірге ойнайтын боламыз.